Арада біраз уақыт өткен соң, қала тұрғындары сол кафенің қаңырап тұрғанын күнде көріп жүрді. Бірақ ешкім жақындамады. Кімде-кім баруға ниеттенсе, бір сәт жүрегі дірілдеп, аяқтары кері тартып кететін. Тек бір адам ғана қорықпады. Оның аты Ержан еді. Ержан бала кезінен ел ішіндегі аңыздарға сенбей өскен. Ол үнемі аруақ қорқытады деген әңгімелерді күлкіге айналдыратын. Кафе туралы ел аузындағы әңгімелерді естіген сайын ол ашуланып, осы ел неге қашаннан бері елеске сенгіш болып кетті? Адамды адам ғана қорқытады. Егер шынымен бірдеңе болса, мен барып көрейін, деді. Түн ортасы болатын. Ай толып тұрғанымен аспанды қалың бұлт қаптап, айнала тастай қараңғы еді. Ержан қолына фонар мен қалың темір таяқ алып, қаңыраған кафеге қарай жүрді. Қала шетіндегі көшелер бос, иттердің үрген дауысы ғана алыстан естіліп тұрды. Кафенің алдына келгенде, қақпасы баяғыда құлап, шөп басып кеткенін көрді. Қабырғалары көгеріп, терезелерінде әйнек қалмаған. Бірақ ең қорқыныштысы, іштегі қараңғылықтың өзі тірі жан сияқты қозғалып, үнсіз қарап тұрғандай еді. Ержан есіктен кірген сәттен ақ суық леп бетіне соқты. Тынысы тарылып, кеудесі қысылып кеткендей болды. Фонарын жағып еді, сәуле әлдеқайда жұтылып, алысқа түспей қалды. Дәл сол кезде құлағына күбірлеген дауыс естілді. Қайтып келдің бе? Ержан тоқтай қалды. Бұл кім? Деп айғайлады ол. Бірақ жауап болмады. Тек еден сықырлап, біреу артынан басып келе жатқандай сезілді. Ол батыл жинап, ішке қарай жүрді. Үстелдер шаң басып, орындықтар қирап жатыр. Бірақ кенет көз алдынан басқа бір көрініс ашылды. Кафенің іші адамға толып кетті. Шамдар жарқырап, музыка ойнап, жұрт билеп жүр. Ержан көзін уқалап еді, бәрі жоғалып кетті. Қайта қараса, үстелдердің үстінде сүйектер үйіліп, ақ матаға оралған денелер отыр еді. Тамағы кеуіп, жүрегі тарсылдап соқты. Бірақ ол кері қайтпады. Мен бәрін көзіммен көруім керек деп іштей қайсарланды. Сол кезде кафенің төрінен ақ шапан жамылған бейне шыға келді. Оның бет жүзі жоқ, тек көлеңке ғана. Бұл жер біздің тыныштығымыз еді. Сендердің ашкөздіктерің бізді мазасыздандырды. Енді ешкім аман қалмайды деген дауыс жаңғырып шықты. Ержан дір етті, бірақ таяғын қыса ұстап. Мен сендердің мекендеріңді көрдім. Халық білсін деп келдім. Егер тыныштықтарыңды бұзған болса, кешіріңдер. Мен бұл жерді қайта қорымға айналдырамын деді. Сол сәтте жел гүлдеп, үстіндегі шамдар жарқ етіп жанды. Едендегі сызаттардан топырақ көтеріліп, баяғы бейіттердің орнын көрсеткендей болды. Сүйектердің арасында бозғылт елестер пайда болып, бір-біріне қарап күбірлесті. Ержан тізерлеп отырып, мен халыққа жеткіземін. Бұл жерді қайта қалпына келтіреміз. Ешкім мұнда күлмейді, ешкім мазақ етпейді деп ант берді. Содан соң бәрі баяу жоғала бастады. Суық леп тоқтап, үнсіздік орнады. Фонардың сәулесі анық жарық беріп, іштегі қараңғылық сейілді. Ержан есіктен шығып кеткенде таң ата бастаған еді. Ол шын мәнінде тірі қалғанына сене алмады. Бірақ жүрегі бір нәрсені анық сезді. Егер бұл жерді қайтадан қасиетті орын қылмаса, аруақтардың қарғысы жалғаса береді. Осы оқиғадан кейін қала халқы жиналып, кафені бұзып, орнын қайта қорым етіп қоршады. Дұға оқылып, тыныштық қайтарылды. Сол күннен бастап ол маңда ешқандай елес, ешқандай сыбыр естілмейтін болды. Бірақ кейде түнде қасына барсаң, желдің арасынан әлсіз дауыс естілгендей болады. Уәдесінде тұрды. Тыныштығымызды қайтарды.